Бұл көп мемлекетті ел болған жоқ, бұл құрып баратыр Казахстан. Сегодня 111-й день забастовки в Жетыбае. Посмотрите это короткое и яркое обращение к Токаеву про наводнение и слепоту власти. Перевод будет сразу после выступления. Потом мы продолжим. Бұл көп мемлекетті ел болған жоқ, бұл құрып баратыр Казахстан. Қанша халықтың малы суға кетіп жатыр. Олардың ертең немересінің, балдарының ішетін қатығы, сүті, еті жейтін. Онымен ешкімнің шаруасы жоқ. Ona жоғарыда ғана жемқор, биліктегі жемқорлар жейді оның ақшасын, қары тазаланған жоқ. Оның біздер жатырмыз міне 4 айдан бері мұз жастанды мұнайшыларның арада. Оны бірде-бір адам хабар алып атқан жоқ. Бірде-бір әкім келіп атқан жоқ біздерге. Көп жігіттердің денсаулығы кетіп жатыр. Бұл қашанға дейін созылады? Бұл не болады арты? Қазақтың тағдыры не болады, келешегі не болады? Келіп мына бір комиссия шығарып, бір келіп шешіп берің мына біздің мәселемізді. Бұлай болмайды. Халық ашуланбасын, ызаланбасын. Халық ашуланса жаман болады арты. Ертең осыны ескертпеді біз. Баян Назарбаев құсап естімедім деп тұрмасын өзенге келгендегі. Біздің талап мына Ноғайып біздің Маңғыстаудың орнын босат сен. А теперь перевод для наших иностранных зрителей. Мы не стали многонациональной страной. Казахстан просто уничтожается. У многих людей утонул скот. Завтра дети останутся без еды, мяса и молока. До них нет никому дела. Сидящие во власти завтра украдут их деньги. Мы здесь лежим 4 месяца на морозе. До нас тоже нет никому дела. Ни один аким не приехал к нам. У многих ребят проблемы со здоровьем. Сколько это будет продолжаться? Чем это все закончится? Что ожидает в будущем весь казахский народ? Создай комиссию, приезжай сюда и реши нашу проблему. Так продолжаться дальше не может. Нельзя сердить народ. Если народ рассердится, все плохо закончится. Потом не говори, что мы не предупреждали. Не говори, как в свое время Назарбаев, что ничего не слышал. Ногаев, освободи свое место, говорит, обращаясь к Токаеву, нефтяник из Жетыбая. Әкімдер жүр, үйлерге барып қысым көрсетіп, бала шағасына, әйелдеріне тиісіп. Сотрудники акиматов Мангыстауской области, Каракиянского района и Департамента внутренней политики ходят по домам нефтяников, запугивают жен и детей бастующих. На видео вы видите руководителя отдела внутренней политики Каракиянского района Дину Сабитову. Сабитова приехала к месту проведения забастовки, чтобы оказать давление на нефтяников. Попытка запугать провалилась. Мына кеше анықталып отырған 1000 орын дейма, 2000 орын дейма, жұмыссыздықтарға неге бермейді? Осы күнге дейін сонда халықты қинап, осындай қылып тексеріп, содан кейін келіп айтылама, ол не алған зат деймін да мынау? Не алған, кіммен ойнап отырсыңдар сендер? Сендерге не керек болып отыр? На днях выяснилось, что нефтяные компании Мангыстауской области скрыли наличие вакантных рабочих мест. По разным данным, до 2000 человек могли бы устроиться на работу в нефтяные компании Мангыстау, если бы не коррупция и жадность олигархов. Забастовка в Жетыбае продолжается 111 дней. За эти 111 дней, пока нефтяники мерзли на морозе, Токаев катался по миру, отдыхал, ел, пил и сладко спал. Посмотрите все выступления нефтяников Жетыбая, записанные сегодня, 30 марта, про национализацию, олигархов и многое другое. Наша с вами задача – поддержать бастующих Жетыбая всеми возможными способами, потому что от того, победят ли нефтяники Жетыбая или проиграют, во многом будет зависеть и ваше будущее. Қазақ елінде тупан судан зардап шегіп жатқан бауырларымызға Алла жеңілдігін берсін, әрбір істің қайырын берсін. Қолымыздан келетіні тек амандық тілеу ғана. Біздің ереуілде тұрғанымызға 111 күн болды. Халыққа қызмет етеді деген жергілікті биліктің бізге жасап жатқан қысымы күннен күнге өршіп, еңбек дауын шиеленістіруде. Атап айтқанда, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев, аппарат басшысы Амангелді Қалмұратов бастаған билік өкілдері әділдікті талап етіп, ереуілде тұрған мына азаматтарға қолдарында бар күштік құрылымдарды пайдаланып, арандатып жатыр. Ал Қарақия ауданының әкімі Сымбат Төлетаев пен ішкі саясат бөлімінің бастығы Дина Сабитовна қызметтерін асыра пайдаланып, үйлерімізді аралап, отбасыларымызға моральдық тұрғыда қысым көрсетуде. Біздің қорғанымыз халық,